Өт қабы мен өт жолдарына қатысты мәселелер таңқаларлықтай жиі кездеседі. Бірақ олар көбінесе назардан тыс қалады. Тамақтанғаннан кейін оң жағыңызда ауырлықты сезінуіңіз, ішіңіздің кебуі немесе теріңіздің күңгірт және шаршаңқы көрінуі мүмкін. Бұл нәзік белгілер сіздің өт ағыныңыздың оңтайлы емес екенін білдіретін денеңіздің белгісі болуы мүмкін. Өт, бауырыңыз өндіретін маңызды сұйықтық, суықта қалған бал сияқты қоюланып, тоқырауы мүмкін. Өт стазы деп аталатын бұл қоюлану процесі миллиондаған адамдар үшін жасырын проблема болып табылады. Ол күн сайын ас қорытуы мен жалпы әл-ауқатын бұзады. Сонымен, бұл маңызды сұйықтықтың соншалықты баяулауына не себеп болады? Себептер көбінесе біздің қазіргі өмір салтымызбен тікелей байланысты. Өңделген тағамдарға, зиянды майларға және қантқа бай диета бауырға үлкен салмақ түсіреді. Бауырыңызды тынымсыз жұмыс істейтін зауыт деп елестетіңіз. Оған сапасыз шикізат берсеңіз, оның өндіріс желісі баяулайды. Сусыздану тағы бір үлкен кінәлі. Өт негізінен судан тұрады, және егер сіз жеткілікті сұйықтық ішпесеңіз, ол табиғи түрде қоюланып тығыз болады. Стресс те маңызды рөл атқарады. Өйткені ол өт қабына өт бөлуді айтатын гормоналды сигналдарды бұзуы мүмкін. Бұл оның тым ұзақ отырып тоқырауына әкеледі. Өт қоюланған кезде, ол ас қорыту жүйеңізде бірқатар проблемалар тудырады. Өтті денеңізге майларды ыдыратуға көмектесетін жуғыш зат ретінде қарастырыңыз. Егер бұл жуғыш зат қою және кесек болса, ол өз жұмысын тиімді орындай алмайды. Майлар дұрыс қорытылмайды. Бұл ауырлық, ас қорыту бұзылысы және іштің кебуі сезімін тудырады. Бұл сонымен қатар, сіздің иммундық жүйеңіз, сүйек денсаулығыңыз және теріңіздің өміршеңдігі үшін маңызды А, Д, Е және К сияқты майда еритін дәрумендерді сіңірмейсіз дегенді білдіреді. Уақыт өте келе, бұл тоқыраған өт тұнба түзіп, ақыр соңында ауыр өт тастарына айналуы мүмкін. Бұл елеулі медициналық араласуды қажет етуі мүмкін. Ерте белгілерді тану денсаулығыңызды бақылауға алудың алғашқы қадамы. Сіз жиі шаршайсыз ба, әсіресе тамақтанғаннан кейін? Сізде иш қату немесе қалқып жүретін нәжіс бар ма? Мүмкін сізде безеу немесе экзема сияқты түсініксіз тері проблемалары бар шығар. Бұлар жай ғана кездейсоқ тітіркендіргіштер емес. Олар көбінесе ас қорыту жүйеңізден көмек сұрайтын тікелей хабарламалар. Бұл сіздің бауырыңыз бен өт қабыңызға қолдау қажет екендігінің белгісі. Бұл белгілерді елемеу көлігіңіздегі қозғалтқышты тексеру шамын елемеу сияқты. Біраз уақыт жүре аласыз, бірақ ақыр соңында үлкенірек ақаулық сөзсіз болады. Денеңізді тыңдау, сіз жасай алатын өзін-өзі күтудің ең маңызды әрекеті. Өт ағынын жақсартудың ең қарапайым, бірақ ең тиімді әдістерінің бірі мен ыстық стакан деп атайтын әдіс. Оның әдемілігі, оның қолжетімділігінде, оны кез келген адам, кез келген жерде ең аз күш жұмсап жасай алады. Процесс өте қарапайым. Күн сайын таңертең, басқа ештеңе жеп ішпес бұрын, жай ғана ыстық су ішіңіз. Су жайлы ыстық болуы керек, шай сияқты қайнаған емес. Бұл қарапайым әрекет керемет нәтиже береді. Жылу өт жолдарын босаңсытып, кеңейтуге көмектеседі. Өт қабын түнде жиналып, қоюланған өтті жұмсақ түрде жиырылып шығаруға ынталандырады. Бұл сіздің бүкіл ас қорыту жүйеңіз үшін жұмсақ таңғы ояту қоңырауы сияқты. Бұл күнделікті рәсім денеңізді жасушалық деңгейде суландырады және өтті сұйылтуға көмектеседі. Оның еркін ағуын қамтамасыз етеді. Оны жүйені тазалау деп ойлаңыз. Түнде бауырыңыз токсиндерді сүзу үшін көп жұмыс істеді. Ал өт қабы өтті жинады. Бірінші кезекте ыстық су ішу арқылы сіз осы жиналған қалдықтарды жуып тастауға көмектесесіз. Денеңізді күнделікті ас қорытуға дайындайсыз. Бұл қарапайым әдет. Үнемі қолданылса, энергия деңгейін, ас қорытуды және тіпті терінің тазалығын айтарлықтай жақсартуға әкелуі мүмкін. Ол ештеңеге тұрмайды, 1 минут қана уақыт алады және денсаулығыңыз үшін күні бойы жағымды көңіл күй орнатады. Бұл ең тиімді шешімдер көбінесе ең қарапайым екенін дәлелдейді. Бауырыңызды одан әрі қолдау және өтті жұқа және сұйық күйде ұстау үшін диетаңызға арнайы тағамдарды қосу маңызды. Міне, өт қабыңыздың денсаулығы үшін ең пайдалы 5 өнім. Біріншісі қарапайым қызылша. Бетаинге бай, ол бауыр жасушаларын қорғауға және өт ағынын ынталандыруға көмектеседі. Екіншіден артишок, бауыр үшін нағыз супертағам. Құрамында өт өндірісін арттыратын цинарин бар. Үшіншіден зәйтүн майы,
әсіресе таза зәйтүн майы, өт қабына өт бөлуді белгілейтін пайдалы майларды қамтамасыз етеді. Оны белсенді ұстайды. Салатыңызға бір қасық қосудың өзі айырмашылық тудыруы мүмкін. Бұл тағамдар экзотикалық немесе қымбат емес. Олар табиғаттың оңай қолжетімді сыйлықтары. Диетаңыз үшін соңғы 2 қуатты өнім, лимон мен жасыл жапырақты көкөністер. Күніңізді ыстық сумен және жаңа сығылған лимон шырынымен бастау. С дәруменінің мөлшерін арттырып қана қоймай, бауырды көбірек өт өндіруге ынталандырады. Қышқылдық ас қорыту процесіне ең басынан бастап көмектеседі. Соңында шпинат, қырыққабат және рукола сияқты қара жапырақты көкөністер хлорофилге бай, ол қанды тазартуға және токсиндерді бейтараптандыруға көмектеседі. Бауырға түсетін жүктемені азайтады. Бұл 5 тағамды тамағыңыздың тұрақты бөлігіне айналдыру арқылы сіз жай ғана тамақтанып қана қоймайсыз. Сіз денеңізге сау, еркін ағынды ас қорыту жүйесін және жарқын өмірді сақтау үшін қажетті құралдарды белсенді түрде бересіз. Диета мен судан басқа, сіз жұмсақ, мақсатты жаттығулар арқылы өт ағынын физикалық түрде жақсарта аласыз. Сіздің органдарыңыз статикалық емес, олар қозғалыс пен қысымға жауап береді. Бұл үшін ең тиімді әдістердің бірі мен жұмсақ толқын деп атайтын жаттығу. Бұл қарапайым тәжірибе сіздің денеңіздің механикасын пайдаланып, бауыр мен өт қабы аймағын жұмсақ уқалайды, өт бөлінуін ынталандырады. Ол арнайы жабдықты қажет етпейді, және күн сайын бірнеше минут ішінде жасалуы мүмкін. Ең дұрысы таңертең немесе тамақтанар алдында ас қорыту жүйеңізді алдағы міндетке дайындау үшін. Бұл қозғалыс тілі арқылы органдарыңызбен тікелей байланысу тәсілі. Жұмсақ толқын жаттығуы қарапайым, мақсатты қадамдар сериясымен орындалады. Біріншіден, аяғыңызды иық деңгейінде қойып, тізеңізді сәл бүгіп тік тұрыңыз. Оң қолыңызды бауыр мен өт қабы аймағына қойыңыз. Ол оң жағыңызда, қабырғаңның астында орналасқан. Терең дем алыңыз, ішіңіздің толық кеңеюіне мүмкіндік беріңіз. Осы кезде диафрагманың төмен қарай басып, қолыңыздың астындағы органдарды жұмсақ қысқанын сезініңіз. Бұл төмен қарай қысым механикалық ынталандырудың бірінші бөлігі болып табылады. Аймақты босатуға дайындайды. Бұл баяу өт қабын ояту процесін бастайтын нәзік, бірақ маңызды қысым. Енді қозғалыстың негізгі бөлігіне көшейік. Баяу және толық дем шығара бастағанда, саусақтарыңызды ішке және жоғары қарай оң қабырғаңыздың астына жұмсақ басыңыз. Қозғалыс жұмсақ және баяу болу керек, күшті немесе ауыртпалықты емес. Қолыңызбен жұмсақ, домалақ толқын жасап жатқаныңызды елестетіңіз. Өкпеңізді босатқанда аймақты жоғары қарай бағыттаңыз. Бұл әрекет өт қабын физикалық түрде уқалайды. Оны жиырылып, өтті жіңішке ішекке шығаруға ынталандырады. Дем шығарудың соңында осы жұмсақ қысымды біраз ұстаңыз. Диафрагмалық тыныс алу мен қолмен қысымның бұл үйлесімі жаттығуды соншалықты ерекше тиімді етеді. Бұл жұмсақ толқын циклін 5-10 терең тыныс алу үшін қайталаңыз. Әр қайталау кезінде ақыл ойыңызды қозғалыспен байланыстыруға тырысыңыз. Өттің өт қабынан еркін ағып жатқанын елестетіңіз. Бұл тәжірибе механикалық ынталандыруды қамтамасыз етіп қана қоймай, стрессті азайтуға және дененің ақыл оймен байланысын жақсартуға көмектеседі. Бұл сау орган функциясы үшін өте маңызды. Аяқтағаннан кейін, бір сәт тыныш тұрып, кез келген жаңа сезімдерді байқаңыз. Аймақта жылу немесе жеңілдік сезімін сезінуіңіз мүмкін. Бұл сіздің ас қорыту жүйеңізді сәтті белсендіргеніңіздің белгісі, бұл күні бойы жақсы ас қорытуға және энергияның артуына негіз қалайды. Өт қабын алып тастаған адамдар үшін ас қорыту денсаулығына жету жолы сәл басқаша тәсілді қажет етеді. Бірақ саулыққа жету әлі де толықтай мүмкін. Өт қабы жоқ болса, денеңіз өтті сақтайтын резервуарын жоғалтады. Майлы тағамдарды жеген кезде шоғырланған түрде бөлінудің орнына, бауыр өндіретін өт енді жіңішке ішекке баяу және үздіксіз тамып тұрады. Бұл сіздің денеңіздің майы көп тағамдарды қорытуына әлдеқайда қиын болады дегенді білдіреді. Бұл көбінесе ас қорыту бұзылыстарына, іштің кебуіне және қоректік заттардың нашар сіңірілуіне әкеледі. Бұл түбегейлі өзгерісті түсіну, жаңа, қолдаушы өмір салтын құрудың алғашқы қадамы. Өт қабы жоқ өмір үшін негізгі хаттама, май қабылдауды стратегиялық түрде басқару. Бұл майларды толығымен жою дегенді білдірмейді. Өйткені олар денсаулық үшін өте маңызды.
Керісінше, бұл күні бойы аз мөлшерде пайдалы майларды тұтынуды білдіреді. Үлкен, ауыр, майлы тағамдардан аулақ болыңыз. Майға қуырылған стейктің орнына буға пісірілген көкөністермен бірге пісірілген лосостың кішірек бөлігін таңдаңыз. Бұл тәсіл өттің баяу тұрақты тамшылауына сіз тұтынатын майларды асып кетуге жол бермей, тиісті түрде өңдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, тамақпен бірге өт қышқылын және липазаны қамтитын жоғары сапалы ас қорыту ферменті қоспасын қабылдау өте пайдалы. Бұл сіздің денеңізге майларды тиімді ыдырату үшін қажетті қолдауды қамтамасыз етеді. Су ішу және бауырды қолдайтын тағамдарға бай диета өт қабын алып тастағаннан кейін одан да маңызды болады. Ыстық стакан әдісі әлі де өте пайдалы. Өйткені ол үнемі өндірілетін өтті, жұқа және еркін ағып тұруға көмектеседі. Оның қойланып, жолдарды тітіркендіруіне жол бермейді. 5 супер тағам: қызылша, артишок, зәйтүн майы, лимон және жасыл жапырақты көкөністер сіздің диетаңызда негізгі өнімдерге айналуы керек. Олар бауырдың жұмыс жүктемесін азайтуға және өндірілетін өттің жоғары сапалы болуын қамтамасыз етуге көмектеседі. Сіз негізінен өт қабының жұмысын әр тамақтанған сайын бауырыңызды саналы түрде қолдау және ас қорытуыңызды басқару арқылы өз мойныңызға аласыз. Ақыр соңында, өт қабыңыз бар ма? Жоқ па? Мақсат бірдей, денеңіздің оңай және энергиямен жұмыс істейтін денсаулық жағдайына жету. Жұқа, ағынды өт, тамаша ас қорытудың құпиясы. Ол өз кезегінде терінің таза болуына, иммундық жүйенің күшеюіне және жеңіл энергияға толы сезімге әкеледі. Бұл қарапайым, табиғи стратегияларды қабылдау арқылы, ыстық стакан әдісінен бастап, жұмсақ толқын жаттығуына және мұқият тамақтануға дейін, сіз жай ғана симптомдарды емдеп қана қоймайсыз. Сіз түпкі себепті шешіп, денеңізге өзін-өзі емдеуге мүмкіндік бересіз. Бұл ұзақ мерзімді денсаулыққа жету жолы, терең және тұрақты әл-ауқатқа әкелетін кішігірім, тұрақты қадамдардың саяхаты.